Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен осындай ерекше тәп-тәтті дамский каприз тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен жұмыртқамызды сары уызынан ажыратып аламыз. Сары уызы мен ақ уызын бөлек етіп, сары уызына арнайы дайындап алып қойған құмшекерді қосып, осылай көпіршітеміз. Одан кейін 20% қаймақты саламыз. Оны жақсылап миксерлейміз. Достар, мен описание бөлімінде керекті қажетті заттардың барлығын жазып қойған болатынмын. Сол жерден көріп жасай берсеңіздер болады. Енді ертіп алған майымызды да салып, жақсылап миксерлейміз. Өлшеулі құмшекердің жартысын ғана бисквитіне салып, қалғанын жұмыртқаның ақ уызын көпіршітуге қалған құмшекерді алып қоямыз. Екі бөлек құмшекер қолданбаймыз бұл тестаға. Енді ұнды қосып, қопсытқышты қосып, осылай дайын болған тестамызды дайындап алған листке полиэтилен пакетті салып, дайындап алған листімізге құйып, тегістеп, қызып тұрған печкада 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді жұмыртқамыздың ақ уызына шым-шым тұзды салып, осылайша жақсылап көпіршітеміз. Қалған құмшекерімізді аз-аздан салып тұрып, ерігенше әбден миксерлеп алатын боламыз. Миксердің үлкен оборотымен жақсылап осылайша көпіршітіп миксерлеп аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Осындай ыдыстан түспейтін болады. Міне бисквитіміз де пісіп шықты. Енді оның пакетін алып, астын бетіне етіп аударып аламыз. Бұл жерде сіздерде қою алманың джемі болса күшті болатын еді. Менде осылай шиенің тосабы бар екен. Соны құйып жасай салдым. Алмалы джем болса күшті болады. Енді оның үстіне жақсылап жағып алған тосабымыздың үстінен жұмыртқаның көпіртілген ақ уызын құйып, осылайша жақсылап тегістеп аламыз. Шеттерінің барлығына жақсылап жайып, печкаға бетіндегі ақ уызы шамалы осылай қызарғанша салып аламыз. Енді үстіне алдын ала дайындап езіп қойған грецкий жаңғақтарымды сеуіп шықтым. Әсемдік үшін барлығы да керемет болады. Енді барлығын төрт бұрышты етіп, осылай кесіп аламыз. Енді оның үстіне алдын ала дайындап алған апельсиндерімізді қойып шығамыз әдемі етіп. Тортымыз одан да әдемі, сәнді көріну үшін мінеки. Әдемі болып шықты тортымыз. Балдарыңызға міндетті түрде жасап беріңіздер. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге үлкен рахмет. Мені қолдап, тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Видеомды соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздерге де ас болсын.